Так, былай. Мына астында екінші этажда көршім бар. Да, соның әйел номерін білем да мен. Сол арқылы күйеуіне жазайық. Tamam. Так, кеттік жаз. 875 920 25 87. О, Шықты ма? шықты. Енді бұлай істейсің қара. Қазір жазамыз қаршы. Бұлай істер. Жаным, мен больницаға түсіп қалдым. Врачтар маған угроза деп жатыр. Срочно ақша жіберші. Срочно. Ақша жіберші. Ақша. Жіберші. Жіберші. И жүректі жібер. Жүрек қойсы қасына. Тоқта, 200 мың теңге. Жіберші сосын. Иә, жібердім. Жібердің ба? Угрозасын естіс ағай. Так, сен Оқыды көрдің ба? қанша керек? Көрдің ба қанша деп отыр? 200 мың теңгеде. И реквизит картаны жібер біздің. Бұл тез. 200 мың теңге. Реквизит картаны жібер. Біздің өзіміздің реквизит картаны жіберсе, ақмақ. Уайымдама, мен кассаға жүрмін. 10 минут тұрмын, Ахматжан. Оппала! Махинация білу керек қой. Мошенник болсақ, осылай мошенник бол. Түсдің ба? Или мен курс қабылдаймын ба? Неправильно набран номер. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. О, бәсе. Алло. Жам, қалайсың, бәрі нормально ма? Нормально, я. Жақсы бәрі. Ақша түстің ба? Ақша? Қандай ақша? 200 мың теңге сал дедің ғой, түстің ба деймін? Қайда аударып жүрдің, маған ешқандай ақша түскен жоқ. Жоқ, саған емес, бағана берген докторыңа аудардым ғой ақша. Мен ешқандай саған реквизит берген жоқпын, мен жаным, мен жолда болдым ғой, сет енді қосылып жатыр. Мен саған айттым ғой, Туркинге кетіп бара жатырмын деп. Бәлен. Бәрі аман сен ба? Аман есен, жақсы бәрі. Сен қандай ақша аудардың? Давай, хабарласам, давай. Қош, нормально, хабарласам. Балам, қазір мен саған 5 қарагер деген қалғанын оқып берем. Жақсылап тыңдап ал, жарай ма? Кеттік. Дегенде 5 қарагер, 5 сүзік, 5 білезік, 5 тана бер. Берсең бер, бермесең қой соларыңды. Жан сәулем, қайда жүрсең, есік ала жүр. Алло, балам, қалың қалай, амансың ба? Шүкір, аман есін, өзіңізде қалай? Аллаға шүкір, аман есенбіз. Ата, сізге бір керемет жаңалығым бар ғой? Ол не жаңалық, қайта ғой. Сізге ұнайды деген бір көлікті алып келе жатырмын жолда. Көлік дейді? Фотосын жібердім, WhatsApp-ға көріңізші кән. Қазір көрейін. Көрдім. Машалла. Неткен жомарттыға да. Балам, сол көлікті қайтайын деп едің. Өзің аман болсаң болды ғой. Ой, ата, рахмет. Ата, сізден тек бір өтініш болып тұр ғой. Айналайын, ол қандай өтініш? Қазір үйге көлікті алып келгенше мына ешкімге айтпай тұрыңыз, жарай ма? Тосын сыйласын үйдегілердің барлығына. Ешқандай уайымдама. Туысқандарға да ешкімге айтпаңыз, ата. Ешкімге тіс жармаймын. Уайымдама, айтпаймын. Жақсы, мен қазір жарты сағаттан кейін сізге хабарласам. Жақсы балам, хабарласа ғой, күтем. Амандықпен жолығайық. Ешкімге айтпаңыз бірақ, ата. Аха. Кісіп отыр. Амандық болса болар еді. Не болды екен, Алло,
Alo балам, Мен Жасұлан, аманмын ата. аман есенсің бе? Ата жолда келе жат. Авария болдым. Жоқ ата, ол кінәлі емес. Мен кінәлі. Ата, өтініш құтқарыңызшы, өтініш ата. Қазір полиция қызметкеріне телефон беремін. Ата, өтініш. Ата, құтқарыңызшы ата. Ата, ассалаумағалейкум. Мен полиция қызметкері Мақсат Айтжанов. Мына сіздің немереңіз Жасұлан деген жігіт біреудің машинасын соғып кетті. Ана жәбірленуші шағым түсіріп жатыр. Шығын төлемесек іс қозғалады деп жатыр. Білесіз, іс қозғалғаннан кейін ол сотқа кетеді. Балаңызды аман алып қалыңыз келсе, әрине мына жәбірленушінің шығын төлеп беру керек. Сонда қанша керек? 1,5 миллион алмайды ма? Алмады ма? 1,5 миллион. 1,5 миллион? Ондай ақша қазір менде жоқ. Енді ақсақал, енді балаңыз үшін, немереңіз үшін бәріне барасыз да енді. Жәбірленуші білесіз ғой, айтқы шағым түсіріп жатыр. Іс қозғалып сотқа кетеді. Жарайды, енді қарастырып көрем. Тауып берем. Сағат 12 дедіңіз ғой. Жарайды, тауып берем. Ата, сіз былай істейсіз. Қазір банк терминалына барасыз. Жақын маңайда болса. Аха, сосын барған екен сізге өзім хабарласам. Жарай ма? Тауып берем, жарайды. Көрдің бе, қалай сөйлесуір, көрдің ба? Дауысты жуан сөйлесіп, жуан сендіріп түсті. Балам, осы жерде банкомат бар деп айтып жібересің ба? Келесіз, оңға бұрылған жерде. Былай қарай, Оңға бұрыласыз. оңға. Жақсы, рахмет балам, сау бол. Міне келе жатырмын. Ата, не қылдыңыз? Жеттіңіз ба? Келдім міне. Келдім балам. Нұреке, анау ақсақалға көмек керек сияқты. Бірдеген дұрыс емес па, барып қарай салайықшы. Асығып келді де ол кісі. Ана шоттың нөмірін айтсыз балам. Былай, сабыр сақтаңыз, асықпаңыз. Номерді асықпай, сізге айтамын, сіз асықпай теріп саласыз. Жарай ма? Міне. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум ақсақал. Тұра тұрыңдаршы. Бұл мен немерем. Ана жол апатына түскен. Соған енді ақша салу керек. Мен ана қалай салатынын білмей тұрмын балам. Көмектесіп жүріңіз. Ата, сабыр сақтаңыз ақсақал. Ата, сіз оларды тыңдамаңыз. Түсініп тұрмын, ата, сабыр сақтаңыз. Ақшаны салып қойыңызшы. Кәні, телефоныңызды беріңіз. Немереңізді атырыңыз. Жасұлан. Бала керек па, солар керек па? Алло, Жасұлан қай қалада жұмыс істейді? Қай қалада тұрады? Не дейді? Ал Жасұланның анасының аты кім? Не дейді? Не болды? Көрдіңіз бе? Бұлар алаяқтар. Сіздің немереңіз туралы ешқандай ақпарат білмейді. Түсіндіңіз бе? Қазір мошенник, былай айтқанда. Барша адамдардың үстіп ақшасын алып жүр. Асықпаңыз, сабыр сақтаңыз. Қазір сонда алаяқтар көп ата. Солай деңдер. Өздеріңіз сияқты қарияларды алдап, ақшаларын алып жүр. Түсіндіңіз бе?